Сенаттағы халықаралық қатынастар қорғаныс қауіпсіздік комитетінің мүшелері ретінде мен және Ғалиасқар Төлендіұлы Сарбаев екеуміз осы Шымкент қаласындағы төтенше жағдайлар басқармасына келіп көрдік. Сонымен бірқатар 9-шы мамандандырылған өрт сөндіру бөлімшесінде болып, бұл өрт сөндіру бөлімінің материалдық техникалық базасымен, сонымен бірқатарда офицерлік құрамы және қызметкерлерімен кездесіп, біріншіден бұл жердегі қалыптасқан жағдай, қандай өзекті мәселелер бар, және де қызметкерлерге жағдайдың, әлеуметтік жағдайлардың қаншалықты қарастырылғаны бойынша аралау жұмыстарын жүргіздік. Көргеніміз өте үлкен жұмыстар атқарылған, ғимараттың өзі жаңа ғимаратта орналасқаны. Сонымен бірқатарда осы қызметкерлерге жеңілдіктерді арнайы психологиялық немесе оңалту басқа бөлмелерінің қарастырылғандарын көріп отырмыз.